Өте дәмді брауни дайындаймыз. Ыдысқа шоколад пен сары майды салып, микроволновкада ерітіп аламыз. Суытуға қойып, басқа ыдысқа жұмыртқа мен қантты шайқап, суыған шоколадты массаны құйып шайқаймыз. Електен ұн, какао ұнтағы мен қопсытқышты қосып араластырамыз. Алынған массаны пергамент қағазы төселген формаға құйып, тегістеп, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіреміз. Ағаш шпажкасымен тексеріп аламыз. Суытып кесеміз. Өте тәтті және дәмді, жеңіл әрі тез дайындалатын брауни десертіміз дайын. Қалаларыңыз бойынша балмұздақпен, не болмаса шоколадпен, жидектермен әсемдеп дастарханға берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап, пікірлеріңізді комментарияға жаза отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Айгерім.